Қайырлы күн, бүгін біз өте дәмді әрі тез дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламыз. Әдеттегідей толық құрамын описание бөлімінен таба аласыздар. Пирогымыздың ең басты ингредиенті банан. Бұл бананның қандай түрін қолдансаңыздар да бәрібір. Және де менің жағдайымда қарайып кеткен ұзақ сақталған банан. Және де бұл маған жұмысымды қысқартты. Бұны езу өте оңайға соқты. Және де осы ашылған банандарымызды шанышқының көмегімен езіп аламыз. Мінекей дәл осы видеодағындай болып, дәл жұмсақ балғын болып шығуы керек. Дәл осы бананымыздың үстіне бір жұмыртқамызды қосып, шанышқымыздың көмегімен араластырамыз. Шыққан массамыздың үстіне қантымызды салып, тағы да бір келкі масса болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін майымызды қосамыз. Ол күнбағыс майы, оливковое масло, қайсысын қолдансаңыздар да бола береді. Және де оны да жақсылап араластырып аламыз. Және де оның үстіне үккіштен өткізіп, ұн, қопсытқыш және де корица дәмдеуіштерін қосамыз. Ұнды қосып болғаннан кейін шанышқының көмегімен бір келкі масса шыққанша араластырамыз. Және де оның үстіне шоколад, жаңғақ қоссаңыздар болады. Және де оны қоспасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай мен тек қана шоколад қостым. Және де бұны да жақсылап араластырып аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне дайын массамызды салатын боламыз. Алдын ала қыздырылған пешке 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болған ағаш таяқшамен тексеріп алған жөн. Мінекей біздің өте оңай пирогымыз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған тәп-тәтті астарыңыз дәмді болсын.